Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бүгін мен eBay сайтынан алғашқы рет тапсырыс берейін деп отырмын. Кейбіреулеріңіз білетін шығарсыздар, кейбіреулеріңіз білмейтін шығарсыздар. eBay деген америкалық сайт. OLX сияқты десе де болады. Себебі бұл жерде жаңа тауарларды сатады, ескі ұсталған сондай тауарларды сатады, тарихи тауарлар сатады, винтажный дейді ғой, сондай тауарларды кездестіруге болады. Бірақ OLX-тан бір ерекшелігі, бұл жерде адамдар дүние жүзінен сауда жасайды. Сол себептен сіздерге де бұл қызық болар деген ниетпен осы видеоны түсіріп отырмын. Жалпы мен бұл сайтқа кірген себебім, өзім кішкене тарихқа қызығушылығым бар. Дүние жүзі тарихы болсын, Қазақстан тарихы болсын, оқып, зерттеп, сол жайлы ақпараттарды жинаған ұнайды өзіме. Осыдан 2-3 жыл бұрын дүние жүзіндегі қазақтар жайында қызыға бастадым. Не себептен қазақтар осылай дүние жүзіне таралып кетті, шашылып кетті деген сияқты. Мысалға, Түркиядағы қазақтардың ежелгі атақонысы Қытайдағы Алтай өңірі екенін білдім. Сол сияқты көптеген ақпараттарды білдім. 50-ш жылдары Қытайдың билігіне, коммунистік партияның келуіне байланысты осы аталарымыз өздерінің тілін, дінін қорғау мақсатында осы атамекендерін тастап қоныс аударған. Сөйтіп шөлді, тауды басып, Түркияға аман-есен жеткенде ағылшын жазушысы, журналисі ол кісілерден сұхбат алып, кейін ол кітап болып ағылшын тілінде шығады. Сосын ол осы жақын арада осы біздің қазақ тіліне, орыс тіліне аударылды. Ол кітап жайлы да сіздерге обзор жасап көрсететін болам. Сол қоныс аударып келе жатқан қазақтардың жолына барлығыңызға белгілі танымал National Geographic деген журналдың суретшісі, яғни фотографы жолығып, өзінің тарихи суреттерін түсіріп, осы журналдың 54-ші жылғы басылымында, міне көріп тұрғандарыңыздай, қазақтар жайлы ақпарат жарық көреді. Соны естігеннен кейін осы журналды өз көзімен көргім кеп, осы журналды алғым келді. Сөйтіп интернетті іздеп, осы eBay сайтына келдім. Осы сайтқа келген себебім осы. Енді бұл сайтта да маған керек басылымды әртүрлі сатушылар сатып жатыр екен. Солардың ішінен таңдап, бағасына келісіп, соны енді сіздермен бірге алатын боламыз. Болды, тапсырыс бердік. Енді күтетін боламыз. Сонау Америкадан келгеннен кейін сіздерге көрсететін болам. Бүкіл жолына, доставкасына қанша кетті, қанша күн күттік, соның бәрін көрсетіп айтатын болам. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Көптен күткен тапсырысым келді. Асыға күткен, сонау мұхиттың ар жағынан асып, жер шарын айналып келген тапсырысым келді. Енді қазір бірінші қорабын ашып алайық. Сосын кейін барып сіздерге толық ревью жасап ақпарат беретін боламын. Ал енді ішке кеттік. Мені достар, журналдың сыртқы келбеті осындай. Атақты журнал National Geographic, 54-ші жылғы шығарылым. Жақсы сақталған. eBay'да тапсырыс берген кезде кішкене қорықтым осы журналды. Қалай келеді екен деп. Өйткені көріп тұрғандарыңызда ескі журнал. Бұның сатып атқан адамдар өте көп болды. Сосын кейін енді арасынан ақтарып қарап отырған кезде сайттың ішінен енді суреттерін көргенде кейбір жерлерінде, кейбір журналдардың кейбір жерлері жыртылған екен, жаңағыдай бір сызылған сондайлар бар екен.
Енді мұны плюсқа жатқызуға бола ма, минусқа жатқызуға бола ма, оны білмедім. eBay'дің бір шарттарының бірі, сіз сатып алушы мен сатушы eBay'дан бөлек жерде сауда жасамау мақсатында сіз жаңағы eBay'дің ішінде ғана сөйлесе аласыз. Ол жерде мысалы үшін сіз өзіңіздің контактыларыңызды сатушыға, сатып алушы бір-бірімен контакт алмасуға болмайды екен. Instagram, WhatsApp жаңағындай контакт алмасуға болмайды екен. Ол ережені бұзсаңыз, бірінші ескерту келеді, одан кейін тағы әрі қарай ережені бұзатын болсаңыз, сіздің аккаунтыңызды блокқа қойып тастайды. Журналға тапсырыс бермес бұрын жаңағы сатушылармен сөйлескен кезде, олардың енді басты кезінде білмеймін ғой, олардың WhatsApp-тарын сұрадым, Instagram бар ма, Facebook-пен сөйлесуге бола ма сіздермен деп, осы журналдың обзорын жіберіңізші, видеосын жіберіңізші деп айтқан болатынмын, бірақ маған бір рет ескерту келді eBay'дан. Одан кейін барып түсіне бастадым, бұл жерде жаңағы eBay'ден тыс сіз сөйлесе алмайды екенсіз. Енді журналдың видео арқылы болсын, жаңағы состояниясын көргім келген. Оны көре алмадым, сондықтан кішкене қорқыныштар болды. Қандай журнал келеді екен деп, жыртылған болуы мүмкін ба, беттері түгел болмай қалуы мүмкін ба деп қорықтым енді. Содан кейін барып, енді тәуекел етіп алдым журналды. Сатушыға рахмет айтқым келеді. Жауапкершілігі бар кісі екен. Беттері барлығы түгел, жыртылмаған, шыққан жері сызылмаған. Осындай жағдайда жібергеніне рахмет айтқым келеді. Енді бізге маңыздысы осы журналдағы осы 621 беттегі қазақтар туралы шыққан мәлімет және фотолар бар. Енді бұл ағылшын тілінде, кейін тағы бір ревью жасап сіздерге осыны аударып көрсететін болам тағы да. Міне мынандай суреттері бар екен. Міне мына жерде жаңағы Қытайдың коммунистерінен қашып жолға шыққан қазақтардың жолдары көрсетілген осы картада. Тарих жағынан өте құнды ақпараттар деп айтуға болады. Келе жатқан кісілердің өздерінен алған ақпарат, міне көріп тұрғандарыңыздай. Ол кісі Қалибек деген кісі жол бастап келе жатқан кісілердің біреуі екен. Мына аяқта қазақтар бие сауып отыр ғой деймін, шамасы. Елу төртінші жылғы осындай журналда жүргендердің қазақтар өздері байқамағанда шығар. Қазақтар үшін бақандай 12 бет арналыпты бұл журналда. 12 бет қазақтар туралы жазылды. Өте көп ақпарат бар негізі. Мына жерде қарасаңыздар, қымыз туралы жазылыпты. Нағыз тарих. Ал енді сіздерге жолына қанша уақыт кетті, қанша қаражат кетті, қысқаша айтып өтейін. Осы Қазақстанға жеткізетін компанияның складына дейін 5 күн уақыт алды. Американың ішінде өз штаттардың арасында 5 күндей уақыт жүріп барды складқа дейін.
Кейін складта бір апта жатып қалды. Себебі бұл компанияның ұшақтары Қазақстанға әр жұма сайын ұшады екен. Бір апта өткеннен кейін ұшақ Қазақстанға ұшты. Ұшқан кезде бұларда тікелей рейс жоқ екен. Пересадка арқылы осы Алматыдағы складтарына жету үшін тағы бір апта уақыт өтті. Кейін жеткеннен кейін сенбі жексенбіге түсті. Сенбі жексенбі бұлар жұмыс істемейді, склад жұмыс істемейді екен. Сол себепті Алматыдағы складтарында 4 күн уақыт жатты тағы да. 4 күннен кейін маған жіберді, жолына 1 күн уақыт кетті маған дейін. Жалпы алғанда барлығы 24 күн уақыт кетті. Ал енді кеткен қаражат жайлы айтып өтейін. eBay'ден тапсырыс бермес бұрын өзі Америкада штаттардың арасында тегін жеткізуді таңдадым. Яғни осы Қазақстанға жіберетін компанияның складына дейін тегін жеткізу. Одан кейін сатушымен саудаласу арқылы журналды $750 түсіріп, соған сол бағаға сатып алдым. Кейін Қазақстанға жеткізу үшін тауардың салмағына қарайды. Яғни бұл журналдың салмағы 0,5 килограмм болды, 500 грамм. Соған байланысты, салмағына байланысты $6.60 кетті. Қазақстан ішінде жеткізуге 1000 теңге кетті. Сонда барлығын жалпы есептеген кезде 7490 теңге кетті. Жалпы қысқаша осылай. Бұндай тарихи дүние үшін енді қатты көп қаражат емес деп есептеймін. Енді бас кезінде YouTube-тан іздеп көрдім, бұл журналдың обзорын таба алмадым YouTube-тан. Сол себептен де тапсырыс беріп отырмын. Енді бұл журнал менде, сосын бір музейде ғана бар шығар деп ойлаймын өзім. Жалпы сіздерге бұл видео ұнаған болса, лайк басып, комментарияға өз пікірлеріңізді, ойларыңызды қалдырып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Егер де бұл видео 500 лайктай жинайтын болса, онда осы оқиғаға тікелей қатысы бар, осы кітапқа толыққанды видео шолу жасайтын боламын.